киімін алып келдім осы жол дедім ғой. Міне 35 сомнан мына 10 жыл киіп, ой Гүлсанадан бір майка алып едім, қайдан пәле қалдым, отқа саше мынаны деп тоздыра алмай, тура үйшідіңдегілеріңізбен соғысасыз. Мына қара, мына сапаны, мына жылияңды жомайден апарып пілдің құлағында ұзын марканы тағы қойып 400-500 десе алатын мәйкілеріңіз. Міне көрдіңіздер ма? Мыңтал бар, 35-тен қимылғып берем халқым, мыңтал бар. Мынаны алғы 14 жастан бастап отырып 70-80 жастағы шалдарға шейін кие берсеңіздер де бола беретін пасон. Міне көрдіңіздер ма? Мына жылияң, мына пасон тек мынаған керемет айбат қыздар. Мына мен киіп алған қазеке 45. Мына сымнан кеше бір түндерем қарасын бір сатып етіп, құйсыдан бір 10 шақты тал қалды. Мынаны 55-тен қып береме қыздар. Дүз біраз ет мақтаны. Өлеңген көздер қатты түспейді. Міне көрдіңіздер ма? Бұл мәйкінің пасондары, түрлері мен тауса алмаймын. Ама жылияңына қолыңызға шықтап жыламасаңызда бір-екі деп өкіріп ететіндей. Әйбәт болғанда пасон. Мен өзім тұра таңғалып жатырмын. Пах. Мына жылияңдар не деп айтсам болады? Мына біздің тоғыстырауды осы немене бойынша жылы дейткен 8 аудан бір қаланың ішінде. Ана мұңғыл күрі текес, ылғи тура маусым сайын тоқтамай қар жаңбыры бар. Күнде оған қосыла желі бар. Осындай ауа райында киетін болсаңыз да, мынаны бар ғой. Мынаны бір жақсы көрген адамыңызға берсеңіз сізді мәңгі ұмытпайды. Ой, бай. Не деген пайзейм мынаның сапасы. Жылияң тәй қаулы. Жомайденді қаншадан аласыздар, қалқым мыңтал бар. Күйеуіңізбен кеше соғыс қалған болсаңыз, бүгін бір алып бірте кеште көрпенің ішіне тық қойшы, ертеңлі мәпеш қалады демей. Не деген тайзи? Жылияң деген жетеді. Кітайсын чағарамада да 5 жылда боламайды. Раси әлгі қайланжыжа әйдің ба бірдемеден алдым деп кесіздір ғой, мұнан қолына сұғып беремайды. Әйбет болғанда ерекше екен. Бір-бірінен жылияң деген жетеді екен қалқыма. 35 сомға не келеді? 35 сомға 2 каваппен әзір 1 бөтілкі пижу әрең келеді. Сол 2 бөтілкі каваппен 1 бөтілкі пижудің ақшасын қойып тұрып бір киіңіздерші. Рең дегенді жіберіп жатырым. Ресім дегенді. Міне, қарам мына әйбеттігіне. Ой, бай, мына киімдерге жылайсыңдар. Не деген пайзи, сапа. Ерекше екен. Қанша тал алам десеңіздер, баре қалқым мыңтал ал қалдым. Мен сіздерге айттым қал, Гүлсана 1 тал, 2 тал мал сатпаймын. Әкелдім 1000 тал әкелем, 500 тал алып келем. Міне көрдіңіз ба? Мынаны сіз өзіңіз киіп ап қошына қатып даңлайсыз емнен. Гүлсана деген бір түр жаманғы сапылдашы еді, сол сатады екен.